Зұрбек, ана Насиба 5 бала шағасымен ажырасып кетті. Өздері білсінші. Мен аңғарсай, подружкам, мен саған бриллиант жасауға келдім. Рахмет, күшті екен, қоя салайын жерге. Не болды? Эмоцияңды білдіріп, бірдеңе мен саған бриллиант күнде сыйлап жатырмын ба? Деп қуанбайсың ба? Бүйтіп кетесіңдер, Гүлжан. Мен эмоциям білдірсем білесің ба, қазір мына жерім бәріне әжім түседі. Лицом сақтап жүрім керек, мен күлмеймін. Бүгіннен бастап бүйтіп жүремін. Арайдың косметологиясы тұрғанда не уайым, не қайғы, бетіңе неше түрлі витаминдерді салдырып, маскалерді жасатып, мынандай болып алмайсың ба? Эмоцияң кейін күшті білдіре бересің. Мороженое жағып отыр ма, маска дейді бұны. Мен бетін әдемі болып постоянно ұзақ күнге арайға келем ғой мен. Тоқтай тұр. Бетіме ботекс салайын деп жатсың ба? Өлі бетім қимылдамай қалмасын ертең. Ботекс емес бұл, витамин ғой, бетіңді әппақ увлажненный әдемі қылып қойды. Мен бетіммен сабағам ғой. Ауырмайды. Болды. Ауырмаса болды, сала берсін да. Не істеп жатырсың да аппаратпен саған? Подбородогыңды кетіріп жатыр ғой. Күнде 3 мезгіл келіп тұрса сен ондай жерге. Ал бұл бетке полный диагностика жасайтын аппарат. Беттің түбіне дейін тереңнен бастап тексереді ғой. Мынау ақтататын аппарат майды ерітеді, мынау жыртылғанда direkt қалпына келтіреді, майды суырады, шекіреді. Таза сен келетін жер екен ғой мынау. Ана аппарат қыздай қылады, қыздың сөзін мұздай қылады, тамайсың. Жат. Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача.